Kanalıma hoş geldinizler. Bugün sizlerмен osындай алмамен жасалатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Жасап көріңіздер. Дәмді, оңай. Жасалуы өте оңай. İçine salgın salmamızı осылай дайындап қойдық. Алмаларымызды майдалап турам. 50 грамм қант, 1 қасық таршын, 50 грамм жаңғақ қостым. Енді алмалы пирогымыздың тестасы үшін қамырын жасаймыз. 50 грамм сұйық май, 50 грамм қант, 100 грамм айран, 1 өсіргіш, азғантай тұз, ұн және 250 грамм осылай бөлме температурасынан болған май. Бөлме температурасындағы сармайымызға сұйық май, қант, айран, тұз, мұстарды ұнымызды саламыз. Bir жолда көбінде салып жіберсек, тестамыз жақсы болмай қалады. Сондықтан осылай контролмен саламыз. Dayım болған тестемізді екіге бөлеміз осылай. Осылай көптеуді шықпақ жазғыламыз. Салатын листіңіздің жалпақтандай қып жазып аласыз. Болды ғой деймін. Енді абайлап листімізге аударамыз бұны.
Артқа шетін бірге қылып жөндеп аламыз. Енді осыған алмадан жасаған салмамызды салатын боламыз. Одан бұрын бетіне қоятын қамырымызды жөндеп алайық. Қалқанды üstüne toprak koymuşum. Sonra kesip alamız. Almadan kesin salmamızı sağlamamız. Bence bir kez çay balasınlar üstüne. Toğumda 190 gradusda ısıtıp koydum. Aslında koşup koydum. Isıp duran toğumda pişke berетін боламыз қазір. Ciężkie. Kişiye asmalı balığını üzerine koya salayın. Ne? Осылай беруіміз дайын. Ысып тұрған тоғытымызға 190 градуста үсті қызарғанша пісіріп аламыз.